Шашты әңгіме. Авторы Айгүл Кемелбаева. Оқыған Базаркүл Қалбар. Тұлпардың тұяғы таптағанда даланы, аспан алты, жер жеті ойран асыр болады. Фирдауси. Қайноғайсың. Екеуі қоста оңаша қалғанда жөн сұрасты. Жас бала айшылық алыс жолдан барымтаға түскен қыпшақ жылқысымен қоса айдалып келген. Түрікпен Әмударияны бетке алып, сыр бойы Қыпшақтан алған қалың жылқын дүркірете қуып, күн-түн жортқан ат үстіндегі сергелдең 11 жасар оғланды дереу есейтіп тастамаса да, қапелімде азат басына түскен қыл бұғауды тосырқап, тілі байланып, жан ұшырған. Аға, біз Қыпшақ, атам аты Ерторы, әкем аты Құлпейіс, анамның сүт кенжесі Кенжебекпін, деді бала көз жасаурап, мөлтең қағып. Балам, сен мені жылғышата дерсің, деді қазақ шал түсі жылып. Құдай аламанға кезіктіріп таландыға бір түскен екенсің, бекер жасай берме, айкүн жарықсыз болмас. Ат құлағында ойнап өскен қыр баласы сол қырғын күнгі мың жылғысын қорған Қыпшақтың шетінен сүйекті, сай тасындай ірі, сом білегі тізеден келетін үш ер азаматының қасында шоқайып, өзі тіленіп ат арқасынан түспей қойған. Қырық қаралы теке түрікпен жер астынан шыққандай, жусаған жылқыға андыздай тигенде аз Қыпшақ сүйірленіп, найза кезене қарсы шабуылға қасқая ат қойды. Ешбірі тірі қалмасын білген, өлсе жастығын ала өлмек. Жал-жал құмарасына қаш, қалың жыңғыл сексеуілді панала, тез тығыл, жотадан ассаң жау таппай қалар, құтыл бауырым, деп бірі артына қарайлай бере, Кенжебекке жан ұшыра айқайлаған. Кенжебек астына мінген дегдар тұяқты жануар қиқу тиіп, құйрық жалы нөсердей құйылып, дүр сілкінгенде желдей ескен мың бас жылқыдан үркіп, кісінеп салды. Ойдым-ойдым құмарасы жылқы жаюға қолайлы болғанымен, ат күрмеліп шаба алмайды. Бала ішіне шоқ түскендей айнала үшеуін батыр ағаларын ажал сұмға қимай көн садағын қолға ала ұмтылды. Омыраулай қарсы келген жалбыр бөрік дәу түрікпен ат үстінен қарғадай баланы жұлып кеп алды. Ұрыста жазым болып қосақ арасында бекерге өлмесін деп ол баланы алдына лақша өңгіре салды. Жылқы күзеткен арыстай үш жігіт ұрыста өліп, Ерторының немересін үйір-үйір жылқымен қоса теке түрікпен олжалап, күнбатыс еліне айдап әкеткенін естігенде, тұсауы кесіле сала ат арқасына мінгізген Қыпшақ елі ұлардай шулап, қатындар дауыс сала бет жырта жылап ақырып қала берді. Қайноғайсың, деп сұрады бала іркілмей. Қаңбақша ауып, тамырсыз дедектеген мен бір қаңлы. Қаңыл ішінде қаяталық, деді бала ересек адамша сыр тартқысы кеп. Тегін сұраған жат болмайды. Қаңлы десем көгім қазақ дегенім қарағым. Бабам азан шақырып қойған есімімді сүйегімді жариялап айтпай-ақ қояйын. Сен сұрама. Кенжебек жалшы шалдың ата тегін руын дәл атауға құлықсыз екенін, батпандай құпия қайғысын нұры тайған көзінен ұқты. Әйтпесе тұқымы асыл болса астындағы атына өз тайпасын қосақтай айтуға шалт қазақ нәсілінен ғой. Ат басы мен ер басы қайда қалмайды, деп күрсінді шал. Ошақтағы от жалын кеміп, көлеңкелер бұға қалғандай, жатаған сексеуілге айналғандай елестеді. Сен, қарағым, алаңсыз ұйқыңды қандыр, түнгі күзет мына менікі, атаңдікі, дегенде жылқышының дауысы ерекше жұмсарды. Тасқұлатаң жалғыздық сүрейге әбден еті өлген. Ол Қыпшақтың еркек баласын жұрт ұлышы топ олжалап әкелгенде қатты тіксінді. Кенжебек теке түрікпенге тұтқынға түскелі қолына құрық ұстатып жылқы бақтырды. Бала қасындағы үзеңгілес серігі қазақ болып шыққанына әкесін көргендей қуанды. Ұзамай Кенжебек жаңа тірлігіне үйрене бастады. Түрікпен жылқысы шетінен аққу мойын тік сирақ, бойы биік келеді. Аяғын қаз басқанда ерен бекзат жануар болар ма, соны көргенде арқасы қозды. Бұрын көз үйренген Қыпшақ адай алаша шекті жылқысының шомбал мүсіні қораш сезіліп, шоқтығы биік сымбаты көркем теке жәуміт тұқымды жылқы малсақ ұлдың көзіне оттай басылды. Теке түрікпен бегі Атажан байдың мол жылқысын ен түзде жалғыз бағатын Тасқұл, қасына қарындас бауыры келгелі арқаланып, ат үстінде ыңылдап өлең айтады. Екеуі аңдуыл сырт көзден таса тілдеседі.
Текежаумыт, Ерсары, Гөглан, Салыр тайпалары бір-бірімен қызалыспайды. 24 ата түрікпенде қазақ рулары сияқты алыстан жетісудан асырып құдаласу салты жоқ. Қатын қыздарын қызғыштай қорыйды. Қазақ пен түрікпен өзара шабысу, аламаннан екі жағы да ешқашан айныған емес. Оғыз Қыпшақтан бергі көрген тірлік, жылқы алу, қатын қыз, бала-шаға олжалау. Шекті шөмекей қазақтың ұсақ шоқылығы, жалпақ жон арқаға апарып орта жүзге сататын қыз-келіншек түрікпен тыстан жаулап әкелген жесірлер. Бұл құма мұғлықтардың құны құл базарында арзан. Айырбас саудаға Жаумыт тайпасы жүреді. Олар Парсы патшасына бағынады. Көклен 5 қаруын асынған жауынгер ел. Түрікпен Ноғай мен Жетіруді жиі шапты. Қазақ руларынан түрікпенмен жиі соқтығысатын найзасының ұшы алтын, кіші жүз айылында Адай елі. Адай біресе Текерумен, біресе Жаумытпен алыс беріске икем, көбіне шабысып, аз мезет табысып та жүреді. Қос дария бойында ежелден қыпшақтар түрікпенмен араласып, бірге көшіп қонып жүруші еді. Құла түзде кебінсіз қалғаны бар, тегерге тұяқсыз қалғаны бар. Оғыз Қыпшақ тұқымы бүліншілікте жан алысып, жан берісіп, ауыл оба барымта қанты соғыстан запыс болса мейлі, бұл дағдыдан ешқайсысы жаңылған емес. Сыр бойына жиі шауылдайтыны Текежаумыт. Қой үстіне қайдан бозторғай жұмыртқалайды. Қазақлық заманнан 301 ту астына біріксе, ер түрікпеннен бөлек өр Алтайдан Еділге өтіп, қырғидай тиген құба қалмақтан, ыстық көлдің арғы жағынан жөңкіл тиісетін жауынгер тайпа қырғыздан, ормандай кәпір орыстан сірада жеңілмес еді. Тасқұл шал айтқан сөзі қарғадай Кенжебектің көкейінде байыздап қалсын деп, сыпыра жыраудай түптен толғады. Құлпейістің кенжесі өз елінен тоналған қалың жылқыны бағуға жегілді. Түрікпендер жылқы мен баланы әуелде мықтап күзетті. Атажан бай жылқысын 60 жыл бойы үзбей бағатын кәрі қазақтың қасына қарғадай ұлды қосып берген. Жылқышы шалдың жанынан екі елі қалмайтын ақтөс қос төбеті бар. Жыл 12 ай өткенде Кенжебек жылқышы ата бір күні бай үйінен таңдаулы құлындарға беретін түйе сүті құйылған месте әкелгенде көзі шырақтай жанып, алағызып келгенін бірден ұқты. Түрікпен мен Қыпшақ тойында көшпелі салт бойынша ат шаптырып, балуан күрестіреді. Бәйгеге үйірімен жылқы, сан бас түйе, тайтұяқ күміс тігіледі. Атажан бай елінде болатын үлкен той ат бәйгеге қос тұлпарын қосу үшін ат бегілі сыннан өткен қарт қазаққа баптауды бұйырған екен. Жылқышы иесінің небір жүйрік атын талай мәрте жаратып, олжа салып жүргеніне алғаш рет жүрегі атқақтап өлердей қуанды. Бұрын бәйгеден аты озса, бай ризашылығын жомарттықпен білдіргенде селт етпеуші еді. Құланның қасуына мылтықтың басуы, бұл құдайдың бұйрығы, әруақ жебеді, деп таси сөйледі Тасқұл. Шал анадан қайта туғандай күрт өзгеріп, құшырланып сала берді. Тұйық судай тұнжырап тұратын шегір көзіне от толып, жасынша жарқ етті. Бала қарт жылқышының оқысы өзгерген мынау мінезін әсіре ат құмарлығынан деп ұққан. Бірде жеті қараңғы түнде ғадетте құс ұйқылы шал баланы ұйқысынан шырт оятып, ошақтағы шоқтың жылт-жылт еткен табында қарсы алдына отырғызып қойды. Кенжебек көзін аша алмай, аузын аша есінеп ұйқы қысып, түк түсінбесе де есінептеп жиып алды. Қай қуыстан суырып алған жылқысы шал оң иығына бөрінің бас терісін тұтас қалдырған көкшулан терісін жауып алыпты. Шырағым, сынсағатың туды, ал көзіме тік қара, сөзіме бақ, деп бұйыра сөйледі жылқышы. Түрікпеннің ат құмарлығы атан қазақпен тең. Бәйге десе екеуі де ішкен асын жерге қояды. Түрікпен ежелден марғау далада тежеусіз құландай өскен ер қазақты қарақшы, бүлікші тентек көреді. Бөрі көсемі абадан болар, бөрі күшігі бөлтірік болар. Бөрі анадан сүт емген Қыпшақ тұқымы екеніңді мынау құмдағы мимырт елге мықтап танытар күн туды. Ежелден қоныстас теке түрікпен бұл тойды әсте ұмытпас, жадынан өшпес таңбал етеміз. Кенжебекке жылқышы шал құтты жер қайысқан әскермен жалғыз соғысуға даяр қас батырдай ерек көрінді. Айтқанын қалт жібермей тыңдап отыр. Бұлар да қазақ сияқты көбінесе басы жаугершілікте біргетін алтыбақан алауыз ел екені рас. Тайпалары өзара дүрдараз болғанмен түрікпен тегінде асыл текті мәрт халық. Бірақ соғыстан түскен жетім жесірді аямайтын қатал заңды қайғалық болсын ұстанады.
Сенің құның бұлар үшін тышқақ лаққұрлы жоқ. Тұтқынға түсу көшпелі ұрулар үшін қарғыс таңбалы, көк соққанмен тең, жат жарылқамайды. Сондықтан мына сені еркек баланы өлсе аямайды. Қоқан Қиуа бектері қазақтан қыз салық алып басынады. Түрікпен салты қазақ сияқты, ұлы қатын текті тұқымнан айттырып алады. Күшік қатын жесірден алады. Жетім қыз болса малдыға кішілікке береді. Анасы көгі бөтен болса, одан туған ұл бала есіміне құл деп жалғайды. Таза қанды түрікпеннен шатаны солай айыру үшін. Бала тез тітіркеніп қорқып кетті. Үкідей дөңгеленген көзіне шүпілдей үрей толды. Үлкен кісі нені меңзеп отыр? Оны түрікпен бектері ат құйрығына байлап өлтірейін деп жатқандай тұспалмен орақта сөйлеген несі? Атажан қос жүйрігінің біріне шабандозға сені шаптыратын кәрі жүрегім сезеді. Шал көкейіндегісін айтқанда, Кенжебектің тынысы кеңіп сала берді. Теке түрікпенде қазақ сияқты обал сауапты білетін ел, тірі жан иесін беталды өлтірмейді. Бұл түйелі көрші ауылға түйе сүтін меспен әкелуге барған сайын, түрікпен шешелер дәмді асқа тойғызып, жетім жесір құл бала көріп, іштей мүсіркейтін талай басынан кешті. Түрікпен жылғысына түйе сүтін береді. Кенжебек, жаста болсаң бас болар сәт келді. Теке түрікпен әр түлкі өз құйрығын мақтайды деп айтады. Теке Жәуміттің айтулы бектері бай-бағланы өз жүйрігі озғанын күтіп, жарысты есі шығып қызықтайды. Бәйгенің ең қызған шағында кертағыдай бұл қазақ бүлікшіл, өлермен қалғы екенін көрсет, менмен Теке Жәуміт бектеріне атасын танып, сол сәт менің есіл өткен қайран өмірімнің құны толық ақталғаны. Қарағым, бұл тойда сен тәуекелде бел буып, еліңе қашасың. Бала бауыр басып қалған жылқышы атасының бағанадан бері нені көксеп, нені айтқысы кеп қомданып отырған енді айқын ұқты. Недерге сөз таппай қалды. Неге үндемейсің деп сұрады шал жарықшақ дауысы тарғыл шығып. Ағатай, айташым, сен мені тыңдашы. Мен қашсам түрікпендер момын аңшы аулап тарпаңдай қайырып әкеп шырқырата ұстап алады ғой. Тұлпар дүбірі сені қиянға шырғатып әкетеді. Қазақ шығасың. Жылқы атасы Керқұлан, жылқы аяқты мал, арқасына бір қонсаң әруақ жебейді. Құстай ұшып желде есесің. Сырдың суы сол сәт сирағыңнан келмейді ұлым. Мұратың тек қашу болсын. Атасылы Теке түрікпенде, ендеше тақымыңа ақсақ темірден бергіде Қызылбастың мәртебелі әмірлері мінген қас жүйрік түйеді. Азаттыққа бәс тігуге ықтиярсың ба ұлым? Кенжебек Алғидың шөлінде қиян-қия елсіз жолдың қауіп-қатерлі уытын жұдырықтай жүрегімен ауыр сезінді. Басын изегендей болды. Кәрі жас екі қазақ қостан шыққанда көктегі ай тола бастапты. Жалшымал тарамыс мойын созып көк аспанға телміре қарады. Балам, бағым бар сияқты, жазмыш жазуын қарай көр. Анаң сені ай толғанда толғатып туған екен. Шашты түкті дүние сипаты жарқырай туып келеді. Тоба, шебер тәңірі жолынды оңғырайын деп тұрғанын қара. Кенжебек аңтарылып көкке көз тікті. Кәдімгі түнгі аспан, жұлдыздар баданадай анық, ай сүттей жарық. Жылғыша ата нені меңзеп, қандай игі нышан көрген, ол түйсінгісі кеп кетті. Шашты түкті дүние сені адастырмас толған ай алтын қазығың. Түнгі дегдар даламен көк бөрше жортарсың. Тақырбас тас түндердің шеті кетіліп бітті. Әулие пірің баба түкті шаш тәзіз қолдасын. Жылқы пірі қамбарата қолдасын. Қысыл таяңда 40 шілтен ғайберен кезіксін. Ешқашан алақан жайып бата берген жан емен. Батамды бердім. Темір қазықты жадыңа мықтап тұт. Шөмішті шоқ жұлдыздар лайым оң жолға салады. Оразалы құтылар, бейнетті тұтылар. Жылқышата, нен айтасың? Шашты түкті деген кім? Бұрынғы күнеке жұрт көкірегі ерен көркемеді. Толғанай көрсе шашты, жазғы сәуле құйылса түкті деп жатушы еді. 60 жыл бұрын бабамнан естіген сол сөз санамда жарқ ете түскені тегі нышан емес. Бала есінеуі жиіледі. Ары қарай сөз тыңдауға зауқы соқпады. Ертесінде жылқышы шал Кенжебектің үкі көзінен кертабан бір үмітсіз торығудың жылт еткен белгісін көріп, жаны ерен құлазыды. Оның қорқып тайсақтауын іштей жазғыра алмаған. Бірер күнде баланың еңсесі түсіп кетті. Айшылық алыс жолда ат соғып суыт жүріп келген балаға жыл озғанда иесіз, азықсыз,
жападан жалғыз жер түбіндегі еліне бас сауғалап қашып бару үшін жалаң тәуекел қылу аз. Көзсіз ерге лайық әрекетке баруға жас бала дайын емес сияқтанды. Жылқышы ата, мен ойласам, қашу михнаты тым қиын сияқты, деп күмілжіді Кенжебек көзімен жер шұқылап. Ез болуды пір тұтпа, шырағым, темірді қызған кезде соқ, өзекті жанға бір өлім деп елге тарт, есің барда елің тап. Айшылық жер түбі, құм керуен дегенде былтыр бейнетін әптен көрдім жылқышы ата, бірақ онда көппен бірге болдым, аңқұс, қарақшы, алақшы бар. Түрікпен қорқытқа көр қазба дейді. Мен айтамын, қорқытқа көр қазылсын, уақыты келсе даяр тұрады. Қайда барсаң қорқыттың көрі десе несі бар? Көрге кіргенше көрерің аз болмайды, қарағым. Маңдайға лаухыл тақтаға жазылған өлшеулі жас бар. Тұққылақ көкжалдан несін қорқасың? Тәңірі текті түркі көк бөрі тұқымы емей сен кімсің? Тұрлаусыз өскен құландай қыпшақ қаныңды сатпа. Жылқышы лаң тигендей атын шалт тебініп шаба жөнелді. Қос тау төбеті қапталдаса зымырайды. Ол табын жылқының ортасына тартты. Кенжебек оның соңынан ерді. Тасқұл ата наразы, оның шала ширақ балапандай әлсіздігін қомсынып, жан алқымынан ашу қысқанын айтпай білді. Шірген жұмыртқа шүрегей көк жасық дейді-ау. Бала қасына келген соң жылқышы шалманы көзіне ілгісі келмей тілсіз қалды. Күн қаққан өңі өрт сөндіргендей түтігіп алған. Оның шалыс қорқақ пиғылы дауасыз жараның аузын тырнаған тәрізді. Тек жылқышы атасы бек риза болу үшін бала қашуға бекінді. Өлсе шейіт болар, өлмесе тірі қалар. Түн ауа жылқышы қосқа қайтпады. Кенжебек оның қасынан екі елі қалмаған. Түрікпеннің аламандығы қазақтың барымтасынан садаға кетсін, деп ауыр күрсінді жылқышы шал. Ноғайлы нәсіл тек жылқы олжалайды, Сейілхан жорықта мал жанды түгел олжалайды. Екеуі адал ашшы құдай аштан өлтірердей, құртқа денеге құнығып, өзара жорық, құмда керуен тонаусыз күн көре алмайды. Бақауыл болудан бұлар әсте жермейді. Оғыз Қыпшақ ежелден шығандай бергенмен, түп нәсілі бір қалып. Ұлы жүз қаңлы, жалайыр, шапырашты да, орта жүз тобықты да теке руы бар. Қарақойлы руы Қыпшақта бар, Түрікпенде бар. Байұлында шеркеш, Түрікпен ішінде шеркес руы бар. Әлінде кете, Түрікпенде кете руы бар. Исі қазақтың құдай сүйген қылығы жоқ. Ала жылан ашпаға ала тілі оңдырмасын бек біледі. Қара Қыпшақ Қобланды батыр Ақжол биді өлтірген соң арғын Қыпшақ айырылған. Кетелер кектесіп, адайдың бір ауылын шауып алады. Адам шығыны көп болды. Әлмен байұлы бертінге шекті тату болмады. Мұндағы Түрікпен отын жағып, бесігін тербеткен, бірақ туған елін өлсе ұмыта алмайтын. Қаны қазақ жесірлер жылап айтқан құса шер, шежіре естір құлақ керең болмаған соң көкейге жетеді. Сырт дұшпанға сыр алдырып, елін зар еңіретіп, есесі кете бергені өз руы десе астамсып кететін. Қит етсе атасын құдайдан зор көріп, тепсінген көрнадан мен, жекпе-жекшіл есерсоқ батыр атаулының кесірі. Мұндайда алақтап, ажал іздеп ұрынғыш, алабас бураша шабынған, ұрдажыр есер еркек даукес тентекке обал жоқ. Бірақ қайран аналар мен қабырғасы қатпаған, ұядағы балапан ұялас күшік көзін ашпаған бала-шағаның соры. Оның несін айтайын, тісімнен тірде шығармаспын дейтін сұрқия сөзді айтқызғалы тұрсың сен маған. Кенжебек жалшы шалдың әлем тапырық даусынан қарадай шошынды. Шегір көзінен жаңбыр жаумайтын құм екен шөлдегідей тамшы жас тамбағанмен, жылқышы ата жаны егіліп жылап тұрғанын біле қойды. Зәресі ұшып басын шайқады, айтпай-ақ қойса екен деп тіледі. Жалшы шал басындағы ақ жүн қозы бөрігін жұлып алды. Бас киімін Кенжебектің аяғының астына лақтырып тастады. Селдір шашы аппақ қудай екен. Қаһарлы қан алдына кеп, алдияр дат деп тұрғандай мұнысы несі. Есіңе мені бір жаман құл, тас құл деп алғайсың. Ертең қашпасаң құлақ кесті қара құлдан бетер сорақы боласың. Мына сенің жасыңда тұтылдым. Уызымнан жарып, балжалап өскенімді қайтейін. Ат тұяғы басқан жер шапқын. Жылқы мінген елдер соғысып, жылқы өсірген халық шабыныға көп түседі екен. Аттанып шыққан Түрікпен аламанда тұтты. Ойдағы ауылма оқыстан жау тиді. Қазанды қақ айырды. Қазақ пен теке жәуміт екі жағы барымтада бірдей ожар. Біздің рудың бас көтерер ерлері Жетісу теңіз асып, бұғы Қырғыздан жылқы әкелуге кеткен кезіне килікті.
кілең қатын бала кәрі кемпір шалдан бөлек найза ұстайтын ерлерден аз ғана топ қалған. Жасанған дұшпан қырып салды. Жас қыз келіншектер мен қорғансыз балаларды алғыншылар қоймен қоса айдап әкетті. Кебенек киген тірлік утатып тұтқыннан қашып кетуге тағдыр еш қоспады. Талай әрекет қылғанмен қолға түсе бердім. Арқамдағы дүренің іздері содан қалған белгі. Жылқышы шал басы салбырап, ұзақ үнсіз отырып қалды. Іштегі шерін асқан құпиясын ақтаруға батпайтын сияқты. 13-те отау естеген. Ер жетуге аз қалғанда құдай кешпес бір кепке ұшырап өлгім келді. Кісіге айтуға арланатын қорқау сөз еді. Құлдық кепеті ұрмасын деп мына саған айтпасқа еш амал жоқ. Тәңірінің бұйрығы айтқызып тұрғанын қара. Түрікпендер бір күні қатын қыздарымызға қарап қояды деп мені атамал сияқты қошқардайын тарттырып жіберді. Содан бергіде азбан құлмын. Жылқышы шалдың егі кемсеңдеп кеткенін көрген сәтте бала аһ ұрып оны арқасынан құшақтай алды. Келісті бозбала болып өсіп келе жатқанын қаралы құсаға ұласты. Не ер емес, не қатын емес, арадан шықтым, тірі өлікке айналдым. Баяғыда отқа табынып, маздатып шырақ жағатын бір елдің әмірші бектері сарайында шырайлы күңдер ұстайды. Сол сұлу күңдерін бақтыруға еркектіктен айырған басбайлы қарауыл әтек ұстайды деп естуші едік. Түрікпен Парсыға бізден көріп бір табан жақын жатқан ел. Сынықтан басқаның бәрі жұғады. Сұмпайы зорлықты жұқтырған көрінеді. Ең қиямет тұсын айтқаннан соң жалшы шал бір түрлі жеңілденгендей, жаншылған қалпынан арылып, дауысы қайта өзгерді. Құлдан да бір сөз дейді қазақ. Жылқышы енді айбат шеге сөйледі. Бұқаға туған күн бұзауға туады. Бұқаны өгіз, айғырды ат, бураны атан қылу заты құдай қарғаған. Запыран зорлық жаратылысқа қиянаттың көкесі. Қарғадай болсаң да көзіңдегі қос үрейді көрген соң түңіліп, сұрықсыз сұм кепті баян қылдым. Естіген құлақта жазы жоқ, бекіту үшін айттым. Мені аяма, өзіңді ойла. Құлақ естігенді көз көрер. Қорықсаң құдайдың кәрінен, мына мен ұшыраған ықтиярсыз зауалдан қорық. Жылқышы ата, қашуын қашарымын, бірақ мен қайтар жолды анық білмеймін. Әмудариядан өте алмасам өлдім ғой. Жау қолына қайта түссем, осы күнме зар болып озандап қалармын. Мен шешекемнен ноғай қазақ болып туғаным рас болса, байекемнің бәйгеге түсер құнаны нағыз құмай, қаракөк тұқым, аузымен құс тістейді. Мен баққан тұлпардан бір кінәрат табылар. Жылқышы шалдың үні сенімді шыққаны сонша, бала үңіліп оның бетіне қарады. Оның езу тартып күлгенін алғаш көрді. Ұлым, ат арқасында тіп-тік түзу отырғаныңды талай мәрте байқадым. Шап айылын қатты тартып мін. Аттан түскенде босатып отыр. Түн баласы Ақмаяның жолына қарап жүресің. Темір қазықтан жаңылма. Ұзақ сапарда бағдарың сол. Жылқышы ата, Ақмаяның жолы қайда? Деп елең етті бала. Теке жәуміт құс жолын солай атайды. Ойсыл қара түлігі түйені пір тұтқан көшпелі тайпа болған соң құмға төзімді малды қастерлейді. Оғыз бабамның түп ұрпағы ғой. Оғыз бен Қыпшақ тайталасқан, Оғызды Қыпшақ еңсерген, ел еңіреген жерлері. Әне. Жылқышы ата, күндіз тығылып жатсам, қуғыншылар ұзатпай ұстап алмай ма? Кезеуілші жау іздеген жасақтар кездесуі мүмкін. Әуелі жаратқан құдай, сосын әулиеге, пір бекетке сиынып тарта бер. Сайтандай сап етіп, айшылық жерден торғауыт құба қалмақ жұрт улдайтын болады. Сол жоңғар ойратқа ұрынғаннан сақтағай. Хиуа әміріне бағынған қарғалпақ жолса, бір ноғайдың нәсілі, мүйтенбей ұрпағымын деп айт. Аузыңа түскен бір қазақ рудың атын айта бер. Албан, Найман, Қоңырат, Керей, Кердері, Табын, Үйсін, Аққойлы, Ысты, Қарақойлы, Жалайыр, Жетіру, Ашамайлы, Қанжығалы, Шанышқылы, Тарақты, Бессары, Қыпшақпын де, мейлі. Қарақалпаққа бөтен болмай шығасың. Жылқы әулие. Әулиеге тапсырдым. Есті жануар ғой, құлат жүзде жалғызбын деме, серік болады. Құлатын ұшпас шөлден өтесің, араннан бетер көрінер. Өлмеген құлға несібе мол екенін білгенде құдайыңа құлшылық қылуды үйренесің әлі. Түрікпен байдың 1000 жылқысын бағып, мұнда бой күйез қала берсең, онда тірі емес, өлі санатындасың. Жылқышы шал бие сауға түйе мойнақ ыдысты ұстап сыртқа шығып кетті. Бие байласа алабай иттер есін қорғаштап бір бүйірде жатады. Кенжебек шал бие сауғанда жылқымен күбірлеп тілдесетін байқаған. Қыпшақ ауылда биені кілең ерлер сауатын.
Кенжебек кимешегінің жиегіне зер жүгірткен үлкен шешесі тегенеге құйып, қайың ожаумен бал қымызды ағаштан ойылған тостағандарға толтыра құяр мезетін көз алдына елестеткені сол, көзінен бір тамшы жас ыршып түсті. Шіркін, апасының көк бешпентінің өңіріне бетін бір басып, иісін иіскер күн туса. Тасқұл үйірлі биені сауып болған соң сүтін сабаға толтырды. Кенжебекті ертіп құмға бет алды. Бәйгеге баптаған қос жүйрікті жетекке алды. Бала жон арқасымен сырт көзден именіп барады. Түрікпендер мұның түп ойын арқасынан оқып қоярдай қуыстанды. Бірақ ешкім бұл екеуін қалт жібермей қадағаламайды. Өйткені 60 жылда жылқышы түрікпен болып, бұларға әптен сіңіп кеткен. Барар жері басар тауы жоқ. От жаққан жері жоқ, тексіз құл санайды. Осы елдің бір шерлі жетіміндей көреді. Қазақ шал жал-жал құмға жылқыны аунатты. Бала жылқышы атасынан көргенін істеді. Шөлейтте өскен теке түрікпен жылқыны суға шомылдырмай құмға аунатады. Құм судан бетер қапысыз тазалайды екен. Жылқы түгі жылтырап кеткенде Кенжебек қайран қалды. Бейнетқор атасы мал жайынан білмейтіні жер астында. Кенжебек бала ата ақылмен күндегі 2 кесек табан нанды жемей кептіріп жолазыққа дайындаған. Тобарсый кепкен майлы құртты бір дорбаға салды. Шал оған құмдақта аңқаңды аңызақ кептіріп, өлердей шөлдесең таңдайыңа салып, құрт сор, атыңа азыққа қойдың шикі құйрығын кесіп, бір тілінен бер деп үйретті. Өзге ел таң ұйқысын өлсе қимас, өлері шақта тіріл қылатын жылқышы шал, өзі бағатын көк бурыл тұлпардың құйрығынан қыл суырып, бір талымен көзге көрінбес қылып, тілінің түп жағынан байлап тастаған. Кенжебек көк бурыл жылқы қыш оттықтағы жемнен, судан қалып, бабында жаратылмасын айтпай-ақ ұқты. Жылқышы сыбырлап, оған не істегенін айтты. Қарағым Кенжебек, бәйкеге өзің баққан жүйрікпен шап, саған әптен үйренді, исіңді алды. Тілерсегіне қарашы, көсіле шапса жаңылмас, омырауы далада емес пе? Өкпесі өшпейді. Жол азығыңды қой құйрығын сырт көзге көрінбейтін қылып сал. Ат айдаушы секем алып, бұл не деп сұраса, аттың жемі дерсің. Тұсау жіпті ұмытпа. Бәйге айналма болатын болды, оңайға соқпайды. Ат тізгінін ердің басына 3 орап ал. 3 айналғанша тізгінді жіберме. Ат тері шықпаса булығып қалады. 4-ші айналымда ердің басынан бір орамын ағыт. Бәйгені қызықтаған бұқара ел бар. Сол түрікпен ішінде кімдер бар да кімдер жоқ. Халық алдында дағарадай бөріктері қоқырайып, қаздай тізілген ақсүйек Текежаумыт бектері бай мырзасы отырады. Дәл сол тұсқа келгенде атаң Қыпшақтың ұранын айқайлап, қиқу салып өт. Ойбас, ойбас! Деп қатты дауыстап жіберді қаршадай бала, көзі шоқтай жанып. Жылқышы көзі шырадай жанды. Түрікпенқұл атанып, жалшылықта ғұмыры өткен кегі бір сәтте қайтқандай, өңі нұрланып, арқасы босап сала берді. 5 күн жалғанда ешкімнің қаймықпай, ақ алмастай жарқылдап өткен азат ерлерге бас иемін. Боқ дүние мені менсінбеді, түтінім болмаған соң боқ дүниені мен алмадым. Кенжебек, шырағым, мынау жас күнімде елсізде адасқан дәруіш шыршыға тигізген септігім үшін риза пейілмен жомарттық жасаған түрікпен бегінен алған ерекше құнды тартуым еді. Қаңғыбас шыршы тірі жанға қылдай зияны жоқ, ел сүйетін арқалы ақын екен. Диваналықпен ел адақтап, қисса жыр айтып жүргенде, шөлде қаңғып өлесің ғой дегенімде мен көр ұлымын. Дәруіштің пірі қожа Хафизден нем артық деген сөзі ойымда. Мойнағы күміспен күптелген тобылғы қамшы енді сенікі. Жылқышы шал ата салтымен бала елге аман жетсін деп, Кенжебектің қолына күмістелген қамшы ұстатты. Қосқа кіргізіп, бір итіне ырымдап, тоқым жауып қойды. Дыбысың шыққан соң атың басын бұрып, бір құдайға сиынып, мен сілтеген темір қазық тұсты қайдасың деп қасқая тарта бер. Бәйгеге 30 ат тігілді. Кілең таңдаулы жүйріктің үстінде бір-бір бәйге бала. Тұрымтайдай 7 жасар, 10 жасар арасы. Барлығы ұшар құстай құмданып отыр. Атлы болудың бағын айт. Кенжебекке ерді жылқышы шал жөке ағашынан жасап берген. Ат шабар бәйгеде теке Атажан байдың тұлпары астында Кенжебек азат басына қылшылбыр түскен соңғы жыл 12 ай жігерін құм қылған бір батпандай кесік ойдан айнып сала берді. Желге мінгендей жүрегі атқақтап, жанын желк буып барады. Өмір мен өлім деген не тәйірі. Ат үстінде арқырай өліп кетсе өкінбес. Тұяғы жалпақ түрікпен жылқысы мұның қас қағым сәтте әруағын асырып жіберді.
Ол шауып бара жатқанда ауық-ауық қас тұлпардың үстінде қозғалақтай, қопаңдай құйрығы көтеріліп қоятынын көргенде Атажан бек масайрай түсті. Алалы жылқы айдаған оғыздың ұрпағы емес пе? Жылқы жайын қазақтан артық кім білер? Мына шабандоз бала ат беліне титтей салмағын түсірмесе бұйырса бәйгенің алдын бермейді. 4-ші айналымда Кенжебек күбірлеп сиынды. Я тәңірім жар бол, әруақ қолдай көр, бұл өңім бе түсім бе? Текежаумы тұлпарым, жануарым, құмайым, атаң суын, анаң сүттей боз бие шығар. Жылқыда өт жоқ, қанат бітіп, құстай үш. Ойбас, ойбас! Қыпшақ ұлдың дауысы күн күркіреп, аспан қарс айырылғаннан бетер дүйім елді селк еткізген. Ізінше әлгі өктемін жарық дүниеге жарық шақ түсіріп, астан кестең алай түлей қылды. Тек көпшінен арзу қылып дұға айтқан қазақ шалға Кенжебектің жас дауысы аңқып естілген. Түрікпендер қым қуыт шулап қоя берді. Бәйгеге шапқанда Қыпшақ нәсілі қалған 29 оғыз баладан еш айырмашылығы жоқ еді. Ұран салған соң қаршығадай ұл басындағы жалбыр бөркін жұлып алып жерге лақтырды. Бөркішінен басына ақ шүбіректі маңдайын баса орап алыпты. Адаймен жиі шабысатын Текежаумыттың ызалы көзіне әлгі орамал адайдың ақ туындай елестеп кетті. Қыпшақ ұл ат басын бұрып, шеңберден шығып, еліне баратын тұсқанын саналай, жұлдыздай ағып барады. Үстіндегі бала қаңбақтай болған соң құнан жылқы қиналмай, қолтығын жаза, құстай ұшады. Кенет қашқан баланың көзіне анадайдан күн сәулесінен жақыттай жарқыраған дөңгелек бір зат түскені. Кенжебек ат бауырынан сыпырылып құлап түсердей кілт еңкейіп, жерден бірдеңе ілгенде жылқышы шалдың қырағы көзі ұясынан шығардай алақтап кетті. Ол айдаладан іліп алған керемет затын қойнына салды. Шабысын қайта түседі. Ат жарыс адыра қалды. Ат жарыстан соң тойлы ел ит таластырмақ еді. Ересек түрікпен көбі атқа қонып шығандап кеткен қашқынды жаппай жабыла қуып берді. Дегеннен ұшқыр шабатын аттар жақын жанай келді. Жүрегі су етсе несі бар? Кенжебек бауыр басқан жылқышы атасын қимай егіліп барады. Қоштасарда оның, мені көрдінде бешімге айтушы болма, мен бір желге ұшқан қаңбақ солған тамырмын, өлсем обал жоқ, өлсем Балқантауда сүйегім қалады, дегенін еске алып жүрегі қан жылады. Кетерінде бұл, жылқышы ата, туып өскен жеріңді айт, туыстарыңды іздестірейік, қаңыл ішінде кім боласың, кіші атаң кім, десе шал басын шайқады. Ежелден біздің қазақ нәсілін жалпақ тіл қаңлы Қыпшақ атайды. Руын мүсәпір құл жасырады. Тегіңді білмей теріс бағып тұрғамын жоқ. Құлдықтан бетер бейдеуа қорлықтың күйігі басқа түскенін білесің. Жет атамды білемін. Ел көзіне тура қарар бет болмаған соң тексізден нем артық, деп ширыққан. Ол сүйекте масқара таңба түсі деп қорланған соң атасын жасыруға мәжбүр. Бұрын періштелер мені ылғи өлге санап кететін. Расымен тірі өлік едім. Атаңа нәлет қу тірлік. Жыланды үш кесек кесірткедей әлі бар. Тірлігімнің ендігі мұраты бір сенің елге аман-есен жеткенің. Сонда мына мен өліндерде артында басқан ізім, кіндігімнен жаралып бел балам болмаса да азат рухым, мұрагерім, атұстарым қалды деп білемін. Баланың көзінен жас парылады. Жанашыр атасын енді қайтып көрмейді-ау. Түйешекпен жаңбыр өткізбейді деп жылқышы шал шегелей айтқан жадына мықтап тұтты. Дария тасығандай, сел ағызғандай сұрапыл күй кешті. Әттең қапы дүние. Қас жүйрік Қыпшақ ұлдың тақымында кеткенде, түрікпендер жер сабалап қалды. Ер қанаты аты өлсе, адамнан кем көрмей, көр қазып жерлейтін, ең асыл тұқымының жалын тірі жанға сипатпай, ерен құпия сақтайтын, қисапсыз қазынаға айырбастамас, антқа берік Текежаумыт атамал айғырын өлсе сатпайтын, астындағы атын жанынан, қойындағы қатыннан артық көретін, айтулы батырлар ұрыста өлген атын басын ардақтап биік тауға қоятын, тұлпардан айырылды өлімнен кем көрмейтін қайсар қазақ, түбі ер тұрық Оғыз Қыпшақ нәсілі жылқы десе еліріп, шал шалғаннан бетер ескетеді. Қазақ атқа мінбесін, қазақ атқа мінсе бір дене бір жанға айналып кетеді. Қашса құтылады, қуса жетеді. Қуғыншы жасақтың аттары қатты шабыстан қызғаны соншалық, бүйірлері солықтап өлердей болдырып мойнынан қан шықты. Бір қашқынмен 100 қуғыншының арасы қос көш шер қалған. Япырай, рахмы күшті бір құдайдың құдіретін айт.
Құлдыраған қыпшақ ұл жер мен көкті қоса орай озып барады. Кенет жаңбыр жауып күн ашылса, кемпір қосақ құбылып түссе, бала атымен аспанға өрмелеп кетердей көрінеді. Құс ұшпас құла түзде жер көкті тұтас шаңға ораған ордалы құлан кезікті. Аспанды қақ бөліп құйын тұрғандай жойғын үдерген құландар екі ортаны жара ұрымтал тұстан киліккен. Үйірдің алдында басы қазандай ірі айғыр құлан жер қайысқан салтаттыларды көргенде қас қағымда осқырынып қалт тұра қалды. Айғыр құлан тұяғымен жер тарпып, танауы делдие, егіне өскен түгі сойдиып, көзі қанға толып адыраңдай басын кегжитті. Сол замат оның соңынан ерген үйірі мың бас табын құлан қоса шалт тоқтаған. Жердегіні көре қоймайтын өткір көзі биіктегіні қалт жібермейтін айғыр құлан ащы дауыспен қатты кісінеді. Өмір мен өлім арасы мың құлан. Қияндағы жайық бетке су іздеп шұбап бара жатқан мың сан тұяқ көсіліп, селдей жөңкіліп келеді екен. Өлі тыныштық буған маңғаз дала кенеттен тіріліп, жон арқасы жыбыр-жыбыр қозғалып, айдалаға маңып құлан тайпақ қопарыла көшіп барады. Көсем құланның ащы кісінеуін бұйрат қырқалар асқан Қыпшақ ұл естіген жоқ. Қарғыстай тым ащы дауыс қарсы жолыққан 100 түрікпеннің құлағын жарды. Көбі уыздай бала қуғыннан құтылып кеткеннен гөрі керемет тұлпардың көз алдында ұрланғанына іштері удай ашыған. Тек бірен-саран долы дұшпан шабандоз баланы ұстаса, итше тепкілеп, ителгі теуіп құлатқан қаздай жүнше түтер еді. Қиқуласқан көп ішінде әптен қаны қайнаған бір өлермені бар еді. Құлан қағынан жерсе су таба алмай шөлде өлер. 99 түрікпен ер қалжырап, ат басын бұрып кері қайтты. Соңғы қуғыншы шөлде адасып өлудің аз алды, сапы болып, еліне түтігіп оралған. Атажан байдың үлкен ұлы үйіне келе қазан төңкеріп тастады. Түбі шүйкі құл қазаққа сенген бейқам әкесіне дүлей наразылығын сөйтіп білдірді. Біраз түрікпен суық қаруын асынып, жылқы қосына оралған қазақ шалдың соңынан жауар бұлттай түйіліп жетті. Атажан бай жирен атына жайдақ міне сап ілесе келген. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Момын, бейбіт жылқышы асау тарпаңдай мінез көрсетіп, міз бақпақ түгілі оң иығына қасқыр терісін жамылып, анталаған құн сұраушыны именбей қарсы алғанын көзімен көрді. Өзін айыпты санап отырған ол жоқ. 60 жыл табынан шашау шығармай, жылқысын ерен адал баққан егде қазақтың шегір көзіне көз түскенде, Атажан бай ыза ашуы күрт басылып, табан астында өзгеріп шыға келді. Ол жалшысына ләм-мим демей кері шегінген. Шабандозға шығарған құл баланы отандасы еліне қашыртып жіберген әуелден баршасы ұқты. Ерекен, түрікпен бай есіңдегі құлақ кесті құлды сол сәт қимас бауырындай сезініп, жүрегі алапатсыздап кетті. Ұлдарын атқа баулыған, жыл 12 ай ат арқасынан түспей жылқысын баққан, адал қазақтың өзіне ерекше қымбат жан екенін бай сезінгендей, кенет алай-түлей күй кешті. Атажан әлекедей жаланған ерегескен топқа жылқышысын жазалатқан жоқ. Олар тым құрса Тасқұлды сабап кеткісі келген. Бас жарылса бөрік ішінде, деді бай. Атажан ертесінде қосатқа қоржын артып, өр қазаққа азаттық беруге бұйырды. Ер азаматты шексіз құлданғанына Құдайдан сөйтіп рақым сұрағысы келген. Айтулы ердің соңындай оның бір жатқылығын кешпесе, өзін несіне мұсылман санайды. Теке руы бір жүйрікті жоғалтса несі бар екен? Жылқышы селт етпеді. Атажан бек оның еліне кетер ойы жоғын біліп, іші жылып қуанды. Аттан түспейтін Тасқұл бақса, қамбар атадай жылқысы дүр сілкініп бірдей жусайды. Енеден туған бір құлын өлмейді. Жер төсін тесердей дүрсіл бәсеңдеп, аспан мен жерді шаңға көміп, маң далада Қыпшақпен бірге көшетін жабайы құлан үйірі түрікпенді шын бөгеді. Қалтиған бір суырды көргенде Кенжебек астындағы құнанын обалсынып, шабысын тежеуге мәжбүр болды. Жылқышы ата құлағына құя берген сөзі көкейінде сайрап тұр. Тұлпарың шаршамайды, нысаналы жас мал, көктей жүйрік талмай шаба береді. Бірақ сақ бол, зорығып кетіп мұрнынан қан кетіп құласа, сол жерде тұяқ серіппей жан тәсілім етті дей бер. Кенжебек еңкейіп, бас сүйегін термен қаптап қойғандай қаз мойын атының термен тұяқтан ұшқан қоюшан көміп, үйелеген екі көзін жан қалтадағы орамалымен сүртті. Тұлпарына ерік беріп басын бос жіберді. Тәңіріге, әулиеге алғыс жаудырды.
Жылқы тектес төз тұқымын жан аманат қылып, қатерден безген қарға бойлы балаға құтқару үшін жіберген. Шелкілдеп ту көтеріп шыққан қыруар әскерден ұлы қорғаннан үдіре көшкен мың тұяқ тағының есі кем болды. Бір бабасы Құлан Қыпшақ еді. Оның құлан қағына жөргектеліп туғаны туралы аңыз тегін болмады. О Құдая, тағдырға сызылған бұл бір іс болды. Адам айтса нанғысыз. Құлан Қыпшақта ел қорғаған көзсіз батырлар көп деуші еді. Теңіз айрықта бағзыда Қыпшақтың ел бөрілі руы жаулаушы моңғол қолымен шайқаста өліспей беріспей қаза тапқан. Жұлдыздай Қыпшақтың бұрынғы өткеннің өлген әруағыма екен, елес боп көзге көрінген. Бұл тылсымға бала сенер-сенбесін білмеді. Біреу айтса, әй, еш сенбес еді. Сырдарияның батысын орап жатқан Қызылқұмнан өту қыл көпірден өтуден кем түспейді. Бөрлі арқылы өтіп барады. Қашқанда жын соққандай кідіруге, көз ағы алып, іліп әкетуге мәжбүр еткен. Гауһардай жарқыраған затты қойнынан алып қараса, қола жекті алақандай қол айна екен. Күн нұрымен шағылысып, алтындай жарқыраған айна, керуен тартқан сарт саудашыдан түсіп қалған-ау. Бала түк түсінбей риясыз күлді. Кенжебек жылқышы ата ақылын мұқият ойға алумен суыт жүре берді. Біреулер көрістанда өлік қойып жатпаса, жолда кездескен, мүжілген, мүлгіген моладан қашпа. Саған қастық қылғанды көк соқсын деп қарғадым. Жолда бейіт кездессе, әулие деп оқ. Тәңірі жарылқасын. Сен мынау ұлы даланы билеген Қыпшақтан тудың. Әруақ қонып киік кешкен айтақыр далада Құдай сақтаймын десе сақтайды. Қашқанда екі көзің алдыңда, екі көзің артыңда болсын. Жеті қараңғыда балам ен түзде сейілші жын сайтан жүреді, үйірімен пері көшеді. Бөгде кейпіне еніп құбылып кездесу мүмкін. Бастан кешкенмін. Жалғыз жарым жолаушы бейбаққа қауіп қатер аз емес. Шибөрідей торуылдайтын үрейді күміс қамшымен қу, саспа. Шибөрі даусы қиямет адам сияқты. Бірде сайтанша күліп, бірде бақ етіп жылайды. Қатты шошынған сәтіңде күбірлеп дұға оқи бер. Түнде тұсаулы жылқыға жақын ұйықта. Тілсіз демесең жылқыда мін болмайды, ес болады. Жолда арқан тапсаң, соны шеңберлеп ұйықта. Бүйі жылан шақпайды. Бала бөрі құрсақ айшылық алыс жолда жападан жалғыз жортты. Қу меденде басына құс қонбаған балбал тастар кезіксе, үміті маздайды. Шаң аралас боран соқса, ат басын жабумен орады. Алып шыққан ер азығы 3 күнде таусылды. Құрғақ ауа шаңдақта әбден болдырған аты шөлге шыдаса екен. Кенжебек көксуды ылғи түсінде көріп, ерні кезеріп, жаны аңсады. Айдын көлдермен ағын өзенге дүниеде не жетер? Шіркін көксу, көксу. Ең тұщы, мөлдір суды шөлі қанғанша ішсе, фәниде арманы болар ма? Жылқысына өзіндіктен андыз, изен, жусан азық. Жылға тапқанда бала өзі қаталап өліп бара жатса да, әуелі тұлпарына азғына су ішкізді. Жылқышы ата балаға шөл қысқанда жылқыға суды көп ішкізбе. Бұл тұқымы төзімді мал, аз суға шөл қанады, аз-аздан бөліп суғар деп үйретіп қойған. Жылқышы қосына Құдай айтып кез қылды. Тірі жан жоқ, иен екен. Аспа ілмек мосыда қақпағын ашса, бір қазан ет пісіп тұр. Кенжебек бұл қостың иесі Қоңырат руының жылқышылары екенін ұқты. Төсеулі жылқы терісінің таңбасын көрді. Көк тәңірі түрікті жаратқалы жылқышы қосында өткен кеткен жүргінші, жүрек жалғап, тойып, ас ішу үшін ылғи ет аусылы тұруы бұлжымас дала заң екенін біледі. Ілулі тұрған ескі бөрте бөрікті басына рұқсатсыз киіп кетті. Әуелі қоржын жамылып жүрді, аптаптан қорғайды. Исі қош аңқыған сыр бойында, қара үйде егін егіп отырған 10 түтін қарақалпақтан ас ішіп, қоржын толтыра азық алып тіке аттанды. Киік, қара құйрық аулауға арқасында асынған көн садағы жоқ. Ордалы киік бөкен шұбап жүреді. Елге тақағанда қамысты айна көлдір көбейді. Тек қарынор маса жабылып, шыбын шіркей қанын сорды. Құмдауыттан сарала қаздың інге салған ұясын таяу көрді. Қаласа тұзақпен ұстар еді. Сарала қаз етін ел жемейді. Қаптаған дуадақ түнде жүреді. Бұлдырық мол. Сыр маңы топырақ құнарлы, сексеуіл жыңғыл түбі топ-топ қырғауыл екен. Қарақұйрық көп. Су құртындай балығын көлшіктерден қолмен ұстап, отқа қақтап жеді. Баяғыда ауылда мазақтап бір адамды бақа жеген итемер деп ел күліп отырған бекер екен.
аш өзегін балықпен жалғаған. Бақырға су қайнатса бір уыс тарыдан бөртпе жасап уыста басайды. Кенжебек кінді қаны тамған Қыпшақ ауылына жарты күншілік жер қалғанда жолда тауып алған найзасына ту көтерді. Кездігімен теке тұлпарының жал құйрығынан бір тұтамын түбінен кесіп қыл шашақ ту жасап алды. Еліне ту көтеріп кірді. Қиянда қалған тілекші жылқышы ата осы кейпін көрсе деп ырымдап істеген. Қыпшақ Торайғыр ауылына сол түні қаңғып екі дуана келді. Жұмбақтап, сәуегей сөз сөйледі. Түнімен тақуа қарт көз ілмей, намазын үзбей, таң атқанша дұғамен құлшылығы жасады. Таң арайланғанда дуана ақсақалды шырт ұйқыдан оятып, «Байеке, тысқа шығып қарашы, өлгенің тіріліп, өшкенің жанды», деп айтты. Атасы шығып қараса, бір жыл бұрын жылқымен ұрланып жоғалып кеткен немересі Кенжебек астындағы құнан жылқысын белдеуге байлап жатыр екен. Баланың қалың шашы иығынан асып, жалбырай өсіп, арқасын тұтып жапқан, күн жеп терсінген киімі әптен тозған. Атасы ақсары өңін тотығып, әптен қап-қара болып күнге күйген ұлан немересін үкідей дөңгелек көзінен айнытпай танып, кәрі көзінен жас ағып бас салды. Торайғыр қонағасыға тай сойғызып, айнала елді асқа шақырып, екі дуананы құлай күтті. Қырықтың бірі Қыдыр әулие көріп, арып ашып оралған балама бата бер деп Құдай мейманнан сұраған. Тілекші дуана, шашың өлең шөптей қаулай өсіп, еліңе шашты болып келдің. Алла тағала жар болып, ұрпағың шашыңдай көп болып өсіп өнсін. Әумин, деп алақан жайып, іркілместен бата берді. Кенжебек еліне таянған соң бір күн нәр татпады, ас батпады, шала құс ұйқылы, арып ашып өлердей зорығып келген. Бата жасалған соң бала алдына келген ағаш астаудағы майлы еттен арпадай асап-асап жіберді. Сосын мейірі судай тасыған, айналып үйірілген анасы құйған жас қымыздан бір аяқ жұтып, іргедегі құс төсекке жантайып қалғып кеткеннен 3 күн 3 түн ұйықтаған. Ол сүйікті тұлпарының мойнына меншіктеп, қос әліп Қыпшақ таңба басты. Көкейіне жылқышы ата жарықшақсыз айтқан, бұл Түрікпенбоз тәңірі қалауымен енді Қыпшақбоз болады деген дуалы сөз түсті. Жеңгелері ұл баланы сол мезеттен бастап шашты атап кетті. Әз Тәукеқан тұсында шоқ белдеу таққан шашты айтулы азамат болып, аты ел аузына ілікті. Жорықта қол бастады. Баяғы теке Түрікпенді шауып, қыруар жылқысын қайтарып алып, Түрікпеннің сұлу қызын қоса келді. Екі қосағынан шашты 4 ұл көрді. Ер торының немересін Түрікпеннен аман келтірген қас тұлпар Қыпшақбоз қаза жетіп өлгенде, жігіт ағасы болған шашты алғандарына жоқтау айтқызып, шиге орап кебіндеп көмді. Бәйбіше тоқалы бет жыртып, дауыс салып жылағаны, Қыпшақбоздың қасиет мәртебесін өлеңге қосып жоқтағаны естіген елдің көкірегінде тұнып қалды. Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер. Біз сіздермен бірге дамимыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз әрқашан. Келесі кездескенше, достар.